Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 2-ші сыныптың 8-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бірінші есептің А нұсқасы балалар. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 67 саны балалар 60 пен 7 санының қосындысы. Осы 67 санына 2 санын қосамыз. Бұл жерде бірлікке бірлік қосылады, яғни 7-ге 2 қосылады, 9, алдындағы 10-дағы сол қалпына түседі. Демек 69 саны болады. 69 санынан 2-ні азайтамыз. 69 саны бұл 60 саны мен 9 санының қосындысы. Енді бұл жерде 9 бірліктен 2 бірлікті азайтамыз. 7 бірлік қалады. Алдындағы 6 ондық сол қалпында жазылып, артындағы бірлік саны 7 болады. Сонда 67 саны шығады. Енді бұл жерде неліктен 7-ге 2-ні қостық дейді. Бұл жерде бірлікке бірлік қосылады. Және неліктен 9-дан 2-ні азайттық дейді. Бұл жерде де бірліктен бірлік азайтылып тұр. Келесі Ә нұсқасы қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар дейді. 73 қосу 6 тең 79. Бұл жерде 10-дағы сол қалпында жазылады 7 болып, артындағы бірліктері қосылады. 3-ке 6 қосылады. Тең 79 болады. Келесі 86 мен 2-ның қосындысы 88-ге тең. Бұл жерде 86 санының 10-дағы 8 болып сол қалпында жазылады, артындағы бірліктері қосылады. 6 бірлікке 2 бірлік қосылады. Сонда 88 саны шығады. Келесі 54 азайту 3. Бұл жерде 51 болады. Бұл жерде балалар 4-тен 3-ті азайтамыз. 1. 5 ондық сол қалпында жазылады. Сонда 51 шығады. Келесі 26 азайту 5. Бұл жерде 6 бірліктен 5 бірлік азайтылады. 1 болады. Алдында 2 ондық сол қалпында жазылады. Сонда 21 саны шығады. Келесі екінші тапсырма балалар. Кестелерді толтыр. Қосылғыш 33, қосылғыш 6, қосындының мәні 39. Келесі қосылғыш 6, қосылғыш 71, қосындының мәні 77. Келесі қосылғыш 30, қосылғыш 9, қосындының мәні 39. Келесі азайғыш 65, азайтқыш 3, айырманың мәні 62. Келесі азайғыш 87, азайтқыш 5, айырманың мәні 82. Және соңғысы балалар азайғыш 89, азайтқыш 82, айырманың мәні 7. Келесі үшінші тапсырма балалар өрнектер құр дейді. Бұл жерде бізге үлгі берілген екен. А мен 2-ның айырмасына 7-ні қосу дейді. Және бұл жерде А және Ә тапсырмалары берілген екен. А тапсырмасында С пен 5-дің қосындысына 20-ны азайту дейді. Бұл жерде жақшаның ішіне С қосу 5, жақшаның сыртында азайту 20 деп жазылды. Келесі Ә нұсқасында 70-тен 3 пен К-ның қосындысына азайту дейді. Бұл жерде 70 азайту, жақшаның ішінде 3 қосылған К деп жазамыз. Келесі балалар 4-ші тапсырма өрнектердің мәнін тап. Бұл жерде балалар бізге А және Ә нұсқасы берілген екен. А нұсқасына назар аударыңдар. 78 азайту А, мұндағы А тең 6 және А тең 70. Келесі Ә нұсқасына 23 қосу А, мұндағы А тең 5 және А тең 6. Енді бірге шығарайық. 78-ден 6-ны азайтқанда 72. Бұл жерде 7 ондық жазылады. 8 бірліктен 6 бірлікті азайтқанда 2 болады. Демек, айырманың мәні 72. Келесі 78-ден азайтамыз 70-ті. Бұл жерде 7 ондықтан 7 ондықты азайтқанда 0, ал 8 бірліктен 0 бірлікті азайтқанда 8, демек 78-ден 70-ті азайтқанда 8 болады. Ә нұсқасы балалар 23 пен 5-дің қосындысы 28-ге тең. Өйткені бұл жерде балалар ондық 2 жазылады, артындағы бірліктер қосылады, яғни 3 бірлік пен 5 бірлік қосылғанда 8 болады. Келесі 23 қосу 6, бұл жерде 23 пен 6-ның қосындысы 29-ға тең. Бұл жерде тура осындай, алдындағы 2 ондық жазылады, артындағы бірліктер қосылады, яғни 3 бірлікке 6 бірлік қосылғанда 9, демек 29 саны шығып тұр. Келесі 5-ші тапсырма балалар салыстыр дейді. 27 кем 72-ден. Бұл жерде балалар ондығына мән береміз. 2 ондық кем 7 ондықтан. Келесі 83 кем 88-ден. Бұл жерде балалар ондықтары 1-дей 8, бірақ бұл жерде бірлігіне мән береміз. 8 бірлік артық 3 бірліктен, демек 88 артық 83-тен. Келесі амал бізде балалар дециметр өлшем бірлігінде көрсетілген екен.
53 дециметр артық 35 дециметрден. Бұл жерде балалар ондығына мән береміз. 5 ондық артық 3 ондықтан. Келесі 46 килограмм тең 46 килограммға. Келесі 54 азайту 2 52-ге тең болса, 52 мен 3-тің қосындысы 55-ге тең, демек 55 артық 52-ден. Келесі 47 мен 40-тың айырмасы 7, ал 46 мен 40-тың айырмасы 6, демек 47 мен 40-тың айырмасы артық болып тұр 46 мен 40-тың айырмасынан. Келесі балалар 6-шы тапсырма есепті шығар. Жансаяда 25 түрлі түсті карандаш және 3 фломастер бар. Жансаяда барлығы қанша бояу құралдары бар. Ең бірінші балалар есептің берілген жазып аламыз. Карандаш 25 дана және фломастер 3 дана. Барлық бояу құралдары қанша екен бізге табу керек. Демек шешуінде бар 25 карандашқа 3 фломастерді қосамыз. 25 пен 3-тің қосындысы 28-ге тең. Демек жауабы жансаяда 25 бояу құралдары бар екен. Келесі 7-ші тапсырма балалар. Теңдіктер құр. А нұсқасы 27 мен 2-нің қосындысы мәні 29-ға тең. Ә нұсқасы 70 саны 76-дан 6-ға кем. Келесі 8-ші тапсырма балалар. Өрнектердің мәнін тап. 49 мен 7-нің айырмасы 42-ге тең. 91 мен 7-нің қосындысы 98-ге тең. 38-ден 6-ны азайтқанда 32-ге тең. 43-ке 5-ті қосқанда 48-ге тең. Келесі 9-шы тапсырма балалар. Балалар бір-бірінен болашақта кім болғың келеді деп сұрады. Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетіндерін айтты. Арман мен Мағжан дәрігер болмайтындарын айтты. Әр баланың болашақта қандай маман иесі болғысы келетін кестеге белгіле. Балалар, мәтіннен біз Мағжанның суретші және Гүлнұрдың мұғалім болғысы келетінін түсіндік, демек, астындағы кестеге суретші бағанына Мағжанды белгілейміз, ал мұғалім бағанына Гүлнұрды белгілейміз. Сонда бізде балалар дәрігер бен ұшқыштың бағандары бос тұр. Демек, Арман ұшқыш, ал Алуа дәрігер болады екен. Осымен балалар сабақ аяқталды. Сабақ қызықты өтті десеңдер, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.